Мен Шәкәрім атындағы жалпы білім беретін мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі Жеңісбек Жанаргүл. Мен осы бұрыннан ежелден келе жатқан қолөнер бұйымының ішіне, сәндік қолданбалы өнер ішіне Петрден сырнақ жасау, үлгісін жасау, сырнақ жасау жұмысын алдым. Онда сол бірінші сол қағазға оюдың нелерін ойып алдым, қағаз ойып алып, одан матаға Петрге түсіріп, төрт құлақ ойып жасадым. Түрлі түсті Петр қолдандым, жасыл, көк, сары, қызыл Петрлер қолданып, төрт құлақ ойып, осылай жапсырып жасадым. Шетіне таспа бастым ою өрнекте. Осылай ұлттық нақышта сырнақ жасадым.